Көктемнің алғашқы жаңбыры жауып жатқанда Айым есігін ашып далаға қарады. Табалдырықта сарғайған конвертке көзі түсті. Сыртында тек бір ғана сөз жазылған. Кешір. Шідір ете түсті. Бұл жазуды ол жазбай таниды. Бұл Қалмырзаның қолтаңбасы еді. Бірақ Қалмырза 1993 жылы жоғалып кеткен. Ресми түрде өлі деп танылған. Айым оны жерлеген жоқ, бірақ моласы барын, белгі тасқа тек аты жөні жазылғанын білетін. Сол күні Айым мазасызданып таңға дейін ұйықтай алмады. Көңіл түбіндегі шіріген бір сағыныш қайта тіріліп кеткендей болды. Араға күн салып ауылға қара джип келді. Ішінен түсіп келе жатқан адамды көргенде балалар бір-біріне қарады. Кәрі, еңсесі түскен, бірақ көзі өткір. Қалмырза тірі еді. Айым үйінде шай ішіп отырғанда біреу есігін қақты. Ашса қарсы алдында тірі аруақтай Қалмырза тұр. Айымның жүрегі аузына тығылды. Екеуі үнсіз бір-біріне қарап қалды. Ұзақ үнсіздіктен кейін Қалмырза бірнеше болып тіл қатты. Кешір, деді ол ақырын. Даусы қарлығып шықты. Мен сол кезде бәрінен қаштым. Қайда болдың? Деп сұрады Айым. Ресейде, одан кейін Тәжікстанда, сосын мүлде елге бет бұра алмадым. Себеп көп, бірақ ешқайсысы ақтамайды. Айым үндемеді. Ішіп отырған шайы мүлдем суып қалды. Бір күні түнде Қалмырза қолына күнделік ұстап Айымға келді. Мынау сол жылдардың бәрі. Егер оқығың келсе, оқы. Егер өртегің келсе, өз еркін, деді. Айым күнделікке қарап ойға батты. Ішінде қан мен көз жасымен жазылған шындық бар еді. Соғыс, аштық, сатқындық, жасырын махаббат. Қалмырза ол кезде Айымды құтқару үшін әдейі кеткенін мойындады. Оның әкесінің ізіне кігіп түскен. Егер Қалмырза сол үйде қалса, Айым да кетер еді. Сондықтан өз еркімен шекара асып кеткен. Бірақ неге кейін келмедің? Деді Айым. Қайтып келсем, бәрі кеш болады деп ойладым. Бірақ шындықмен қорықтым. Сені жоғалтып қойғанымды сездім. Өмір бойы соны арқалап жүрдім. Айым күнделікті ақырын жауып, оны өзіне қайтарды. Бұл енді менікі емес. Бұл сенімен бірге көмілетін естелік, деді. Қалмырза ауылда қалды, бірақ ешкіммен араласпады. Айыммен анда-санда шай ішіп жүрді. Бәрі бұрынғыдай, бірақ тым кеш басталғандай. Бір күні Айым қатты сырқаттанып қалды. Қалмырза күні-түні жанында отырды. Қолын ұстап отырып былай деді. Сен менің жалғыз жарығым болдың. Жоқ кезде де, бар кезде де. Айым көзіне жас алып, сен мені жоғалтам деп ойлапсың. Бірақ мен сені ешқашан жоғалтқан емеспін. Сол түні Айым мәңгілікке көз жұмды. Айымды жерлеген соң Қалмырза күнде қабір басына гүл қойып жүрді. Тек бір ғана өзгеріс болды, гүл сарыала емес, көк гүлгін шегір гүл еді. Кейін ауыл адамдары Қалмырзаның ескі үйінен хат тауып алыпты. Онда тек бір сөйлем жазылған. Сарыала гүлдерді Айым ешқашан жақсы көрген жоқ. Бірақ ол мен үшін үнсіз қабылдай берді. Ауылдағы аңыздар өзгерді. Енді адамдар бұл махаббат туралы тек сырттан айтады. Бірақ ешкім оның шындығын білмейді. Махаббат кейде оралмай кеткен адамдардың көлеңкесінде қалады. Бірақ ол көлеңке шын сезімнің белгісі. Қалмырзаның қабірінде гүл жоқ. Тек жалғыз қойылған бір кітап жатыр. Мойыншақпен байланған. Бетінде жазу жоқ. Бірақ ішінде бір адамның ескі күнделігі жатыр.